Неге айрымлар мұхабатты сезеді, ал айрымлар болса, оны тек жынси қатынасты аңлататуын сөз деп біледі. Мұхаббат тикарында құрылған шаңырақлар көп, бірақ керісінше ұрыс жәнжелден тынбайтұғын жұплықларда талай ғана. Мысал үшін сіз хақиқи мұхаббатты сезіп көрдіңіз бе? Оны кімдер сезеді? Сезбегендер болса, олардың қатесі неде? Бүгінгі санымызда сіз грек философларының мұхаббаттың тикарғы бағдарлары хақында пікірі, мұхаббаттың химиялық құрамы, неге жабық киім һәм духи сүймеу қызығушылық оянуын алдын ала алмайтұғынлығын хақында біліп аласыз. Бұл айдың жойбары һәм біз басладық. Мұхаббат хақында әсірлер дауамында түрлі пікірлер айтылып келінген. Көбінесе оны караматлы бір сезім сипатында тарифлейді. Бірақ философлар өз көргенлері, ілімпазлар болса өз зерттеулері арқылы инсанға мұхаббат қандай тәсір етуі хақында көп айтқан. Антик дәуіріне қызығушылық һәм грек-рим әдебиетінің жоғары дәрежедегі аудармалары пайда болуыменен көптеген батыс зерттеушілері греклер мұхаббатты басқаша түсінгенлігін білді. Дүнияның көптеген халықтарында мұхаббат түсінігі har қилы мәністе қолданылған болса, бір сөзде түсіндіріп берілген. Мысал үшін, ярға мұхаббат ғазеллерде құдайға мұхаббат мәнісінде аңлатуы мүмкін еді. Сонымен бірге, яр қадірлі инсанды да аңлатқан. Грек философы Афлатон мұхаббатты үш түрге бөлген. Олардың har бірі бір-бірінен парқ қылады, бірақ олар араласып, және де қосымша мәнілерді пайда етеді. Құласы, мұхаббаттың тикарғы үш түрі бұл эрос, сторге һәм лудус. Эрос – бұл жүда сезімге берілетұғын мұхаббат. Бірінші нәубетте жақсы көрген адамға садықлық һәм мехірге, кейін болса жынси қатынасқа тикарланған. Бұндай мұхаббатта жақсы көрген инсан өз мұхаббатына сиынуды баслайды. Оған толық иелік етуді қалеу пайда болады. Һәм мұхаббатқа ғарезлік артады. Жақсы көрген адамның идеализациясы бар болады. Бірақ хәмеше көзлер ашылатұғын дәуір келеді. Һәм ол жағдайда жақсы көрген инсанда үмітсіздік пайда болады. Бұндай мұхаббат екі инсан үшінде жақсы емес. Үмітсіздіктен кейін мұхаббат өшеді һәм жаңа адам іздеу басталады. Лудус – мұхаббаттың бұл түрінде мұхаббат көбірек ойын һәм жарыс. Яғни бұл мұхаббат жынси қатынасқа тикарланбаған һәм тек зауқ алуға қаратылған. Дейлік сізге қандайда бір музыка топарының ағзасы, қандайда бір спортшы ямаса дейлік Мерлин Монро ұнаса, бұл лудус есептелінеді. Бұны ішқіпаздық деп те атау мүмкін. Сол себепле сіздің кімгедір лудус көріністегі мұхаббатыңыз бола тұрып, басқа біреуге эросты сезуіңіз мүмкін. Сторге – бұл мұхаббат түрі мехір һәм достық аңлатады. Бұндай мұхаббатта жұплық бір-бірін жақсы көретұғын да дос та есептелінеді. Олардың мұхаббаты хақиқи достана шеріктікке тикарланған. Бұндай мұхаббат көбінесе көп жылдық достықтан кейін, ямаса көп жылдық некеден кейін пайда болады. Мұхаббаттың бұл үш түрінен басқа тағы бір түр филия бар. Оған платоник мұхаббат сипатында қаралады. Платонның пікіріне көре, хақиқи мұхаббат бұл рухи бірлікке тикарланған. Ол бір-бірін толық қабылдау, құрмет һәм түсінуді аңлатады. Бұл мұхаббат тек қана яр, бәлкі ата-ана, бала, жақын дос, ямаса құдайға болған мұхаббатты да аңлатады. Афлатон айне филияны хақиқи сап мұхаббат деп білген. Бұнан тысқары, айемгі греклер мұхаббаттың және үш түрін ажыратып көрсеткен. Бұл тикарғы түрлердің комбинациясы есептелінеді. Сәл алдынлау айтқанымдай, эрос жынси қатынасқа тикарланады. Лудус болса ішқіпаздыққа. Олардың бірлесуі мания ямаса айемгі греклердің айтуына қарағанда құдайлардың жазасы деп аталушы мұхаббаттың жаңа түрін пайда етеді. Мания жақсы көрген адамды азаплайды. Ашық адам мұдамы мұхаббаттың жанында болуға ұмтылады. Оны басқаруға харекет етеді. Ақылдан азу дәрежесіндегі мұхаббат һәм қызғаншақтықты бастан кешіреді. Сонымен бірге
Бұндай мұхаббатқа берілген ашық рухи кеселік, алжасып кету, тұрақлы ашушақлық, анық емеслік қаутерді басынан кешіреді. Ол үшін жақсы көрген адамы бүткілдей сыйынатуғын объектіне айланады. Ол өз мұхаббатын қолдан жібермеу үшін әрқандай затқа тайын, хатте өз ашығына азар беруге де. Бұндай рухи кеселдік дәрежесіндегі мұхаббат екінші тәрепте сезімді еледе азайтады. Бұл болса, жақсы көрген адамның маниясын күшейтеді. Ол қауіплі һәм аянышты адамға айланады. Егер Эрос һәм Лудустың бірлесуі аянышты ақыбетлерге алып келсе, Эрос һәм Сторгенің комбинациясы болған агапы беккемлеу қатынасларды кепілдейді. Агапы підакер мұхаббат. Ашық мұхаббат үшін пыдайлыққа тайын. Бұндай мұхаббатта жақыныңыз үшін һәмме затқа тайын боласыз. Оны толық қабыл етесіз һәм құрмет қыласыз. Бұл мұхаббат мейірім шапат, альп айымлық, сенімлік, садықлық һәм қатты жақсы көруді бірлестіреді. Бұндай мұхаббатта жұплықлар бірге рауажланады, жақсыланады, менменділіктен құтылады. Қатынасларда бір нәрсе алудан көре көбірек беруге ұмтылады. Бірақ соны атап өту керек, бұндай мұхаббат жақын достар арасында да болуы мүмкін. Әлбетте, бұнда жынси қызығушылық дізімнен шығып кетеді. Яғни, бұл жерде достық дегенде тек жігіт һәм қыз арасындағы достық емес, ұлума достық назарда тұтылмақта. Егер тізімне Эросты шығарып жіберіп, Лудус һәм Сторгені бірлестірсек, прагма пайда болады. Прагманы біздің жәмиеттегілер көбірек түсінетұғын шығар. Құласы бұл мұхаббат көбірек ақылға текарланған. Дейлік ата-анаңыз сіз үшін кімге үйленуіңіз, ямаса тұрмысқа шығуыңызды белгілеп береді. Ямаса өзіңізді қалауыңыз үшін емес, жақынларыңыздың қалауы үшін тұрмыс құрасыз. Бұндай жұплықтың байлығы, оқымыстылығы ямаса шаңырағына көбірек ітвар қаратылады. Прагма кейінірек Эросқа ямаса агапыға айлануы мүмкін. Бірақ ондай болмастан тек қана өзіңіз ұнатпаған адамыңызбенен жасауыңызға туры келуі мүмкін. Құласы бұл тәуекел ететұғын жол. 21 асырдың басына келіп, америкалық һәм британиялық ілімпазлар іздетіле өткергеннен кейін мұхаббат не деген сұрауға сондай бір жауап тауған. Бұл адам денесі мәлім бір химиялық элементлер істеп шығарғаннан кейін пайда болатұғын сезім деп анықлады. Антрополог Хелен Фишер мұхаббат химиясын түсінуге үлкен үлес қосты. Ол мұхаббаттың химиялық процесін 3 басқышқа бөлуді ұсыныс етеді. Бірінші басқыш бұл жынси қатынаста болуды қалау, екінші романтикалық сезімді қалау, үшінші ұлумалы, яғни шаңарақ болу һәм дауами жұплық болуды қалау. Инсан мұхаббатта жүдә көп ұнамлы сезімлерді, сезімлік жақтан рауажлануды, эйфорияны, оптимизмді, өзіне сенімді бастан кешіреді. Бұл сезімлер химиялық тәрепте мұхаббат химиясы деп аталады. Мұхаббат химиясы инсан денесінде іслеп шығарылады, және бұл процесті аң қадағалай алмайды. Мұхаббатты сезбеген адамлар оны тап сол сезімді беретұғын басқа қандайда элементлер менен толтыруға ұрынады. Мысал үшін, шоколадтан баслап наркотик элементтеріне шекем. Ал мұхаббат коктейліне қандай химиялық элементтер кірітілген? Денедегі қандай процесслер басқа адамға, оның денесіне һәм рухына жақын болу қалауын белгілейді. Мұхаббат формуласы бір қанша химиялық элементтерді өз ішіне алады. Жынси гормонлар хаялларда эстроген, ер адамларда болса тестостерон инсанның нәсіл беруге тайынлығы үшін жауап беретұғын жынси гормонлар есапланады. Тестостерон тәсірінде бала ер адамға айланады. Денеде шаш талшықтары көбейеді, желкелері кең болады, дауыс темпі төменлейді, өзін ұслап тұту қалыплеседі һәм дәу жүреклеу болады. Бұл гормон ер адамның хаялға жынси қызығушылықты рауажландырады. Ол жынси актив болады. Эстроген тәсірі астында хаял денесі қалыплесіп жетілседі. Денесінің тегіс емек сызықлары пайда болады. Жүріс харекетлер, дауыс һәм мінез құлқылары және де нәзірлеу болады. Феромонлар бұл хауадағы сигнал молекулалары. Тері арқалы шығарылған хаял феромонлары ер адам тарапынан аңсыз түрде иіс сезімі арқалы қабыл етіледі. Саналы түрде ол хаялдың иісін жағымлы етіп бағалайды. Өз уақытында хаяллар да ер адам феромонларын сезеді. Құласы қызлар жабық киініп
духи сөймеген тағдырда да жігітлер олардың иісін сезеді һәм сезімге беріледі. Бұл таби процесс. Феромонлар тек қана сезім оятады, бәлкі қарама-қарсы жыныстағы адамның денсаулығы һәм иммунитетін ансыз түрде бақылауға имканият береді. Иіс иммунитет системасының көрсеткіші есептелінеді. Ер адамның иммунитеті хаялдыкінен қаншелі жоғары болса, олардың перзентлері саламат туылуы һәм аман қалу мүмкіншілігі соншелі жоғары болады. Нейротрансмиттерлер: серотонин, дофамин һәм адреналин. Нейротрансмиттерлер электр нерв импульстарын ұзатушы биологиялық актив химиялық элементтер есептелінеді. Дофамин бақыт һәм зауық сезімі үшін жауапкер болып табылады. Адреналин жүректі тынышсыздандырады, харекетке шақырады һәм бұны қошаметлейді. Серотонин эйфория һәм қуаныш сезімін келтіріп шығарады. Эндорфиндер бұл морфинға ұқсас тәсірге ие химиялық бірікпелер, мұхаббаттың наркотик элементі. Ол физикалық ауруды азайтады һәм тыныштық, қауіпсіздік һәм парауанлық сезімлерін жаратады. Эндорфиндер жынси қатынас уақытында, яғни тиісу, құшақласу, сүйісу һәм жынси қатынас уақытында ісілеп шығарылады. Окситоцин гормоны бұл нәзік мехір һәм шартсыз мұхаббат гормоны. Ол мүнәсәбетлерді бекемлейді. Окситоцин оргазм уақытында ажыралып шығады. Бұл жынси қатынас процесіндегі адамлар арасындағы бекем байланысты келтіріп шығарады. Сонымен бірге бұл гормон туу уақытында хаялдың денесінен үлкен муғдарда ажыралып шығады һәм ана тарапынан жаңа туылған бөпені сөзсіз қабылдауды тәмінлейді. Вазопрессин гормоны бұл гормон шақстың денесінде қанша көп болса, ол жұбына сонша байланады. Вазопрессин жетерлі болса, инсан садық болады. Бірақ нәзік мехірді келтіріп шығаратуын вазопрессин қанша көп болса, ынтаны жүзеге келтіретуін дофамин һәм адреналин соншалық аз болады. Өзара қатынаслардың бірінші басқышында жынси қалеу пайда болғанда тикарғы рөлді жынси гормонлар һәм феромонлар ойнайды. Олар күшлі сезімді келтіріп шығарады. Ашық болудың екінші басқышында нейротрансмиттерлер һәм эндорфиндер сахнаға шығып, романтика, бақыт һәм мұхаббат қуанышын пайда етеді. Мұхаббат байланып қалу басқышына жеткенде вазопрессин һәм окситоцин үстінлік етеді һәм ашықлар бір-біріне хақиқи жақын адамларға айланады. Сол басқышты бастан кешірген шаңырақлар беккен болады. Бірақ неге шаңырақлар ажырасады? Ұрыс жәнжерлер, қопал мүнәсәбетлер һәм көңілге тиюші гәплер har қандай басқышта элементтердің қалыптасуына кесент береді һәм хатта кейінірек жарасқан тағдырда да сезімлік қиыншылықтарды келтіріп шығарады. Айны сол себептен мәлім басқышта инсан өз жұбынан емес, басқадан сезімлерді іздеуді баслауы мүмкін. Мұхаббат бұл инсанияттың өзіне әулет қалдыруды тәмінлеуге арналған дененің химиялық реакциясы. Мұхаббатта ер һәм хаял арасында жүз беретін һәмме зат табиаттың мақсатында ерісу құралы. Жаңа адамдың пайда болуы. Мұхаббаттың химиялық реакциясының сехрі шамамен 18 айдан 3 жылға шекем давам етеді. Және бұл уақыт ер һәм хаял адам ұшырасуы, бір-бірін жақсы көріп қалуы һәм нәсіл қалдыру үшін жеткілікті. Бұл мұхаббат 3 жыл давам етеді деген гипотеза һәм мүнәсәбетлердегі 3 жылдық кризис теориясы үшін тикар болып табылады. Біздің жұп таңлауымыз әйемгі дәуірдегі неандерталлардан онша парқ етпейді. Ер адамлар гозаллықты, хаяллар болса ресурсларды ізлейді. Бұл факт 3 зерттеу менен тасдиқланған. Бірінші зерттеуде тез танысу ұсулы қолданылған. Har bir inson менен байланыс 3 минуттан 5 минутқа шекем давам еткен. Har bir кіші ұшырасу ақырында ер адам һәм хаял тағы ұшырасуды қалайсыз бе, ямаса яқпа деген сұрауға жауап береді. Эксперименттің мақсаты сайланған кандидаттардың дәстәпкі талапларға қаншалы сәйкес келуін анықтау болып табылады. Алым Питер Тот 46 дана инсанды бұл түрдегі танысуларда қатынасуға шақырады.
Сондай-ақ олардан жеке қасиетлері һәм қандай адамды табуды қалеулері хақында сораунамаларды толтырулары соралған. Хайран қалдыратыны, қатынасушылар олар үшін идеал вариант өздеріне ұқсас адам деп жауап берген. Бірақ танысу интервьюлары басылануыменен ер адамлар сұлу хаяларменен ұшырасуды қалейтұғынын білдіреді. Хаялар болса, өздері үшін байлық дәрежесі жоғары болған ер адамларды сайлайды. Нәтижеде хаялардың көпшілігі барлық қатынасушы ер адамлардың тек 3-тен 1 бөлігіменен, ер адамлар болса, қатынасушы хаялардың har екеуінен біріменен ұшырасуды қалеулерін білдіреді. Зерттеуші Дэвид Фредерик авторлық істеген екінші тәжірибе біріншісінің нәтижелерін біраз тасдиқлайды. Біз ұзақ уақыттан бері ер адамларда хаялларды не тартуын һәм хаялларда ер адамларды не тартуын білеміз деп ойлайтұғын едік. Біздің зерттеулеріміз болса, соны көрсетеді. Бұл айрықшалықлар таңланған адамның жасы, мағлұматы, өзіне сенімі, миллеті һәм шаңырағынан көре ахметли есептелінеді, дейді Фредерик. Яғни ер адамлар үшін шырай, әйелдер үшін өзіне тоқлық ойланғаннан көре көбірек тикарғы орнында екенлігі анықланған. Тәжірибе жұмағында жұп таңлауда екі жыныста да бірінші орында тұратұғын айрықшалықтар тізімін анықлау мүмкін болды. Зерттеу жұмағына көре өзіне тартатұғын болып көріну ер адамлардың 92% һәм хаяллардың 84% үшін зәрурлі. Ер адамлардың 80% һәм хаяллардың 58% жетілскен денені ізлейді. Жұптың жоғары дарамат табуы ер адамлардың 74% һәм хаяллардың 97% үшін зәрурлі. Итвар берің, 97% ханымлар жоғары дараматты зәрур деп білген. 92% жігітлер болса, жанында тек сұлуларды көруді қалеген. Яқ, стоп. Бұны жаман, ямаса ұятлы деп айту қиын. Инсан табиғаты асырлар давамында сондай қалыптасқан. Хаяллар қауіпсіздік, тыныштық һәм жақсы тұрмыс ізлейді. Бұл әйемнен бірінші нәубетте олардың перзент үлкеюі үшін зәрурлі саналған һәм перзент жақсы шаңырақта өсуін тәминлейді. Бұны тәминлей алатұғын ер адамлар болса, жетік һәм дені сау перзентті дүнияға келтіре алатұғын сұлу хаялларды ізлеген. Атақлы эволюцион психолог Дэвид Бастың зерттеулері болса, ер адамлар һәм хаяллар үшін бірдей дәрежедегі қызықлы айрықшалықлар да бар екенлігін көрсетеді. Бұларға ұқсас сияси һәм діни қарасылар, жағымлы байланыс һәм еш болмағанда азырақ ақыл кіреді. Бристол университеті докторы Энтони Литл өз зерттеулері арқылы тағы бір қызық факты анықлаған. Яғни біз тикарынан бізге жүзі таныс болған бейгана адамларды жақсы көріп қаламыз. Зерттеу қатынасушыларына түрлі қарама-қарсы жыныс уәкілдерінің суретлері көрсетілген һәм қайсысы көбірек ұнады деген сұрау берілген. Жауаптан кейін қатынасушыдан неге ол тап осы суретті сайлағаны түрлі сұраулар арқылы соралған. Қатынасушылардың дерлік барлығы суреттегі хаял ямаса ер адам кімгедір ұқсауын білдірілген. Қатынасушы ер адамлардың бірі онша шырайлы болмаған хаялды таңлаған. Басқа ер адамлар мысал үшін бұл суретті бірден өткеріп жіберген еді. Бірақ бұл ер адам көп ойлап отырмай тап осы суретті таңлайды. Себебі бұл хаял оған кімдідір есетіп жіберген. Солай етіп, біздің бірінші жақсы көрген инсанымыз, біз хүрмет еткен инсан қандай да бір атақлы шақс, ямаса басқалардың сыртқы көрінісі де бізге қандай көріністегі инсан көбірек ұнауын белгілеп беруі мүмкін. Шеффилд университеті зерттеушілері болса, хаяллар өз шыбынан сыртқы көрінісіне ер адамларға қарағанда көбірек талапшанлығын анықлайды. Бұл зерттеу жұмағы болса да, бұл зерттеу басқа мәселені көтеріп шыққан. Жақсы сыртқы көрінісіне һәм шариатына ие хаяллар көбірек талаплар қойған. Яғни хаял ямаса ер адамның артынан жүрген ашықлары көп болса, олар талапшаңлау болады һәм өзлерін өзіне тартатуын етіп көрсетуге харекет етпейді. Керісінше, итварға мүтәж болғанда, инсан өзінен кімдір жасауды өзін сұлу етіп көрсетуге орнады. Және де қопал етіп айтатуын болсам, ақшасы да сезімі де жоқ бала қарызға машина алып, ямаса күшін көрсетсе,
қызларға ұнайман деп ойлайды. Хамме уақыт қызлардың ітварында жүрген бала болса, ақшасы болсын болмасын, күші болсын болмасын, өзін тынышлау тұтады. Бір сұрау туылады. Неге айрым адамлар мұхаббат сезімін сезбейді? Неге олар тек қана жынси қатынаслар үшін ғана мүнәсәбет құрады? Ямаса ер адамлар жолы бұзық хаяларға мүрәжат етеді. Өйткені жынси қатынаста мұхаббаттың тикар ғой. Неге хатте бұл процесте оларда мұхаббатты сезуге алып келмейді? Философ Зигмунд Фрейдтің пікіріне қарағанда, ата-ана мұхаббатының жетіспеушілігі ақбетінде инсан үлкейгеннен бақыт өзінен қанығу сезіміне ерісе алмайды. Ол өзін жақсы көре алмайды. Тап бұны өзі аңлап жетпегенше, оның қанша ашығы болмасын, басқалардың нәзерінде өз қадір қымбатын тасдиқлауды ізлемейді. Құрмет талап ететұғын болып қалады. Атрапындағыларға һәм ең дәслеп өзіне зиян жеткереді. Егер бала ата-анасы оны жақсы көруін сезбесе, балалығында ата-ананың тұрақты жәнжеліне гуа болып келген болса, ол ата-анасының мехіріне мүнәсіп болуын керек деп ойлайды. Һәмме уақыт оларға ұнауға, өзгеруге харекет етеді. Жақсылау, нәтижелілеу, саналылау, ямаса сұлулау болуға ұмтылады. Өкіншісі, харекет һәмме уақыт пайдасыз болады. Жақсы көрілмеген бала бұның үстіне ата-ананың мілет ететұғын сөздерді есткен болса, өзіне болған сенімі де азайып барады. Үлкейгенінде жалғыздық сезімі қай жерден келіп шыққанын түсінбейді. Бұл жақсы көрілмеген бала өз қабілетлеріне барған сайын көбірек гуманлана бастайды, һәм ақыр-ақыбетте ол мұхаббатқа лайық екенлігіне сенімі ұлыма тоқтайды. Балалықта бұл оның пайдасызлығы, тұрақты депрессия, бейпарқылық, шегіну һәм басқаларға қарағанда жаманлау екенлігіне сенім сезімі менен көрінетұғын болады. Бала үлкейгенінде ол өзін өзлігінде емес, бәлкі басқалар қалеген сияқлы көрсетуді баслайды. Ол оны қарама-қарсы жыныс уәкілі аламан ішінде сезбейтұғын біледі. Сол себепле ол ниқаб киюді баслайды. Бірінші һәм ең көп қолданылатұғын ниқаб менің сезімлерім жоқ. Соның үшін ешкім мені азаплай алмайды деген пікір есапланады. Ол өзін қаншелік хәлсіз екенлігін ешкімге көрсетпейді. Ол әрқандай сезім реакциясын басады. Һәм уақыт өтуіменен бұл оның әдетіне айланады. Себебі тек сол ойын һәм бұл роль арқылы ол бар затына ие шығады. Сондай-ақ бұндай адам басқалардың сезімлері, сүйінуі, қадыриятлары менен қызықпайды. Ол ешкімді тыңламайды. Себебі оны ешкім тыңламаған. Ол ешқашан хәлсіз һәм сезгір адамларменен анық қатынаста болмайды. Бұндай адам егер ол кімніңдір қожайыны болса, кәсіплестері һәм бойсынушыларына жаман қатынаста болады. Жеке өмірде ол тек өзі үшін пайдалы болған қатынасларды орнатады. Себебі сезімлер болмаса, қатынаслар үшін тағы не тикар болуы керек. Бұндай адам ешқашан жұбына мұңлас болмайды. Себебі ол балалығынан жақсы көрілмеген һәм жақсы көрмеген. Бұл сезім әтеуір гәплер деп есаплайды. Соныңмен бірге ол ақыл менен іс тұтатуын сезімлерден һәм мейірім шапаттан ұзақ болған адамлар ғана табысқа ерсе алады деп есаплайды. Ол басқа адамларға өз мүтәжіліктерін қандыру құралы сипатында мүнәсәбетте болады. Өкіншісі, біздің жәмиетімізде де ата-аналардың перзентлері алдында жәнжелесуі апуай жағдай. Бірақ мұхаббат, мехір сезімін көрсету негедір ұят. Егер жігіт балалығында ата-анасынан мехір көрмеген, олардың жәнжелі һәм өзара бір-бірін жаман көруін көріп үлкейген болса, үлкейіп жынси қатынас мәселесіне келгенде, қызларды тек қана пайдалану хақында ойлайды. Ол мұхаббат бар екеніне сенбейді. Өз мақсатына ерісу үшін ғана романтик рөліне кіруі мүмкін. Мүнәсәбетлерде өзін агрессив тұтады. Қызлар хақында гәп кеткенде, хаял адам ер адамнан бір текше төменде жүру керек деген гәпті көп айтады. Және бұл пікірді қатты қорғайды. Себебі бұл оған қолай. Қыз баланың ол менен
тең байланыс орнатуын қабыл ете алмайды, өзара құрмет бар екенлігіне сенбейді һәм тек қана қорқу мұнасабетлерді ұстап тұра алады деп ойлайды. Ата-ана мейірімін көрмеген һәм мұхаббат емес, бәлкі жанжал рухы үстін болған шаңырақта үлкейген қызлар да жұп таңлауда жүдә қиналады. Олар жақсы сөз һәм итварға берілуші, ісіне беретұғын һәм мехірге мүтәж болып өседі. Өзлеріне ісіне аз болады. Шәмиет оларға қойған талапларына сөзсіз бойсынуға мәжбүрмен деп ойлайды һәм жоғарыда суретленген жігітлерге алданып қалу ықтималы үлкен болады. Еліде инсанның бұл жағдайын анықлау һәм дұрыслау имканияты бар. Соның шында психолог һәм психотерапевт қызметлерінен пайдаланып тұру керек. Егер мұхаббат бойынша қандай да бір тосқылар һәм машқаларға ұшыраған болсаңыз, психологларға müracaat етуден ұялмаң. Бұның ұялатығын жері жоқ. Сізге таярлаған мағлұматларымыз осылардан ібарат еді. Кейінгі саналарда көріскенше сау болың.